Сәлем, мен каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін өзіме Қытайдан жиналмалы шкаф және жиналмалы стол сатып алдым. Қазір бірге ашып көреміз. Шкаф міне мынандай. Ал мынау стол. Не былай өте әдемілеп орап жіберіпті. Мынау неменесі? Жарайды, сосын Бай-бай. Так. Мынау асты. Есігін қараңыздар. Ойбай. Мынау беті ғой деймін. Мынау беті. Түсіндім. Мынау бір шкаф, мынау екінші шкаф. Тура жаңа видеоға. Ішінде инструкциясы бар екен. Енді бұны аудару керек, конечно, қытайша түсінбейміз ғой.
Қыздар, мен бағанадан бері мынаны құрып жатырмын. Бұл оп-оңай екен. Мен басында білмей, ана ең бірінші бағана ашқанымда быт-шытқа қалай осылай қылып шашып алғам ғой осы жерде. Одан кейін оны құрай алмай көп отырып қалдым. Оказывается, ол оп-оңай екен. Мына қытайлар өте ақылды. Бұны сондай оңай дайындап жіберіпті. Короче, бүйтіп екі жағын көтере салады екенсіз. Осылай сосын мына шетінде бүйтіп кіргізе салады екенсіз. Мен ең біріншісін жасай алмай көріп отырдым, сөйтсем бәрі оп-оңай дайындап жіберіпті. Міне мынау есігі. Осылай кіреді. Міне сосын мына есігі ұстап тұру үшін есікке магнит бар. Куда я делала магнитики? А мне мынандай кішкентай магнит бар. Осыны мынандай кішкентай магнит, осыны жабыстыра саласыз, сонда жаңағы есік жабысып қалады екен осыған. Міне. Опа. Так. Осылай деді. Жаңғыз болды. Сонымен мынаны бүйтіп былай ішіне қарадым, дағы ішінде тесік жоқ. Сонымен ойлаппын, ойбай, мынаны қайда жабыстырамын енді деп. Сон жаңағыны Қытайға жазып сұрадым мен, мына дөңгелекті қайда жабыстырамын, мен тесік жоқ қой деп. Сөйтсем ол маған жазады, астындағы тесікке жабыстыра саласың болды дейді. Сөйтсем мен оның астын қарамай мына ішінен фотоға түсіріп Қытайға жібердім. Қай жерінде тұр, дырка жоқ қой деп. Соны сөйтсем астына отырып қара дейді. Сөйтсем астында жаңағы дыркасы тұр. Тағы ұялып қалдым өзім. Соны сасқаннан кешіріңіз дедім. Өлгенше күлдім жаңа өзім. Короче, мынау беті.
короче, мынау бракованный болып келген. Бұл бракованный болып келгенді бұны қайтадан мен суретке түсіремін дағы жаңғыдайға жіберемін. Ана ұстамайды. Осылай. Сосын есігіне мына жеріне тағасыздар. Бұны қайтадан жіберген кезде сіз, например, товарды қайтадан қытайға жібере алмайсыз ғой, қымбатқа түседі. Сондықтан ақшаңды қайтар деп айтасыз. Сонымен ақшаңызды қайтарып береді, или жаңағыдай сбор болады дағы жартысын қайтарып береді. Бір жағып тастаймыз бұны. Ой, мына үстінесі. Көріп тұрсыздар, міне осындай шкаф. Менің енді анау асты жаңасы істемейді, короче, бракованный. Сонда енді одноразовый шкаф қой. Столымыз мынандай. Ой. Опа. Енді столға айбет. Конечно, кухняға жарамайды жай ішкенге. Например, сабақ оқысаңыз, балаларыңыз сабақ оқыса, біршеге қоя салғанға, сондайға айбет. Мына шкаф былай енді тоже попаларыңыз болса, например, попаларыңыздың киімдерін обычно бір пықсықтар сыймай кетеді ғой. Сондай пықсықтарды салғанға жақсы. Бірақ та мен сіздерге Қытайдан не сияқты алуға кеңес бермеймін.